Қадірменді тыңдармандар, дұрыс сөйлейік атты бағдарламамызды жалғастырамыз. Анар ханым, енді тіл мен сөздің айырмасы жайлы айтсақ. Тіл мен сөздің айырмасы жоқ сияқты көрінеді. Кейде тіл деген жерде сөзді қолданып кетеміз, сөз деген жерде тілді қолданамыз, қазақ сөзі дейміз, қазақ тілі дейміз. Бірақ енді тілтанушылар бұны принципті түрде екі түрлі бір объектінің екі түрлі көрінісі, екі түрлі деңгейі дейміз ба, қарапайым тілмен айтып ретінде саралайды. Тіл деген бір қызығы ұстап көруге болмайтын дерексіз құбылыс, ол біздің санамызда өмір сүреді. Және тілдің санада өмір сүретін басқа құбылыстардан тағы да бір қызығы, ол ортақ түрде бүкіл тілдік ұжымның санасында бірдей ортақ жүйеде болады. Тілдік жүйе, мысалы, қазір Самат екеуміздің бір-бірімізді түсініп отырғанымыз, сіздің санаңызда қазақ тілі деген файлдар, папкілер, менің санамдағы қазақ тілі деген файлдар мен папкілермен бірдей. Оның дыбыстар деген файлында сізде қанша дыбыс жатса, менде де сонша дыбыс жатыр. Дәл солай басқа да қазақтың санасында сонша дыбыс жатыр. Мысалы, қазақ тілі деген папкінің түбірлер деген файлында сонша түбір жатыр. Жұрнақтар деген файлында солар жатыр. Көптік жалғаулары деген жеке файл болса, ол барлығымызда сол файлдар бір-бірімен барабар. Сондықтан біз бір-бірімізді сөйлеп тұрған кезде түсінеміз. Сөздер деген файлдың ішіндегі ұғымдар, түсініктер берілген біздің санамызда бірдей. Міне тіл деген осы. Жай қарапайым мысалмен түсіндірсек. Ал енді сөз деген не? Сіздің санаңыздағы қазақ тілі, менің санамдағы қазақ тілінің жүйесі бірдей. Енді бірақ сөйлеген кезде сіз бір ақпаратты сол құралдардың ішінен өзіңізше таңдауыңыз бойынша бересіз. Дәл сол ақпаратты мен өзімнің қазақ тілі деген папкамнан өзім таңдауым бойынша беремін. Міне сыртқа шыққан сөз, тілдің сыртқа шыққандағы көрінісі сөз болады. Ал тіл сыртқа шыққанда біз өткен сабақтарымызда айтқанбыз, екі формада сыртқа шығады. Не жазба түрде сыртқа шығады, не ауызша түрде сыртқа шығады. Сондықтан тіл мен сөздің ажырату керек, тіл мен сөздің айырмасы осындай. Мысалы, қазақ тілі деп айтамыз, қазақ сөзі деп айтамыз, сондай түсініп отырсыз. Қазақ тілі деген бүкіл қазақ ұжымына ортақ жүйе, қазақ тілінде сөйлейтін ұжымға. Ал қазақ сөзі деген кезде сол ұжымның сол тілде жасап шығарған дүниеліктері. Соның бәрі қазақ сөзі болады. Сонда адамның сөзі дұрыс болу үшін санасындағы тілдік жүйе дұрыс болу керек қой. Иә, сіз дұрыс байқадыңыз, Самат. Біздің осы уақытқа дейінгі бүкіл бағдарламамыздағы сабақтарда біз осы тілдік жүйедегі нормалар туралы айттық. Не себепті? Біздің тыңдармандарымыз дұрыс сөйлеу үшін олардың санасында қазақ тілінің жүйесі неғұрлым толыққанды түрде қалыптасып орын алу керек санасынан. Өте дұрыс байқадыңыз. Сол себепті мектепте оқытқан кезде, кез келген тілді оқытқанда, оның бүкіл жүйелік құрылысын оқытады. Дыбыстарды оқытады, морфема дейміз, яғни жалғау жұрнақ түбірлерді оқытады, одан кейін лексикалық бірліктерді, яғни сөздерді оқытады, сөздердің мағыналас сөздерді оқытады, қарсы мағынадағы сөздерді оқытады, сөйтіп әйтеуір сөздік қорды жүйелі түрде беруге тырысады. Одан кейін сөйлемді құрауды үйретеді. Жүйеде, яғни қазақ тілінің жүйесінде сөйлемдер қандай болу керек екенін үйретеді. Бірақ ауызша сөйлеген кезде сіз импровизация жасайсыз. Оның жүйеге сәйкес аласыз ба, жүйені кішкене бұзасыз ба, ол сіздің өзіңіздің құзырыңызда болады. Тіл мен сөздің айырмасын жақсы түсіну үшін және бір-бірімен байланысты да құбылыс екенін жақсы түсіну үшін оның мынандай белгілерін ажыратып көрсетуге болады. Мысалы, тіл қоғамға ортақ құбылыс, ал сөз ол неғұрлым жеке тұлғаға тән құбылыс. Тіл белгілі бір нормаларға сүйенеді, ал сөз сол нормаларды пайдаланып оны құбылтуға да мүмкіндік беретін құбылыс. Ал мысалы, тілде біз сөйлем дейміз, сөйлем дейміз. Ал тілдегі құрылысты сөйлем дейміз да, оның сыртқа шыққанын біз сөйленім дейміз, айтылым дейміз, немесе орысша оны фраза дейді.
Мысалы тілдік жүйеде біз санада сақталып тұрған дыбыстарды біз төл дыбыстар, негізгі дыбыстар дейміз. Ал сөзде ол құр дыбыстар болады. Яғни ана санада тұрған дыбыстарымыз тілде қолданысқа келгенде санадағы нұсқасынан өзгеріп кетеді. Мысалы қазақ тілінде а деген дыбыс бар, май деген сөзде а деген дыбыс бар, иә? Өткенде де бір осы мысалды жақсы айттық, енді соны тағы да осы мысал тыңдармандарға таныс болсын, әдейі алып отырмын. Енді сөк деген сөз бар, иә? Енді осы екі сөзді қоссаңыз мәй сөк болады. Бірақ сіз жаңағы май деген сөздегі аны айтпайсыз, ән айтасыз, мәй сөк. Яғни сіздің санаңыздағы дыбыстар, сіз оларды алып қолданып ауызша сөйлеген кезде бір-бірімен әсерлесіп, бірін-бірі өзгертіп, құбылып шыға келеді. Сонда байқасаңыз, тіл деген ол тұрақты санадағы құбылыс, ал сөз ол құбылмалы құбылыс. Мұнда түрлі процестер болады. Жақсы түсіндіріп бердіңіз, Анар ханым. Көп рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.